Ұлттық киім дегенде кез келген мынау ұлттың белгісі бар, ұлттың нышаны бар бір киімді киген кезде тіпті адамның өзінің рухы көтеріледі. Өзіңнің кім екеніңді айтпай-ақ сенің айналаңдағы адам сені таниды, сенің болмысыңды таниды. Сондықтан да ұлттық киімге өте сақ қарау керек. Ұлттық киім, ұлттық ою дегеніміз біздің ата-бабаларымыз жазу сызу болмай тұрған заманда біздің мәдениетімізді танытатын біздің алфавитіміз. Абай жолы романында мысалы ұлттық киім арқылы кімнің қайдан келгені, сол кезде тіпті ұлттық киімнің найман тымақ, керей тымақ, арғын тымақ деген түрлері болған. Батыстың, шығыстың, оңтүстіктің, солтүстіктің адамдарының үстіне киіп келген киім арқылы оның қайдан келгенін, кім екенін бірден болжап айтып беріп отырған. Бүгінгі сияқты сұрақ қою деген біздің қазақта анайы болып есептелген. Өйткені ол өзінің болмысын танымау, сыртқы адам тұлғасын танымау деген мақсатта ол кемшілік болып есептелген. Сондықтан да ұлттық оюға өте қатты көңіл бөлу керек. Қазіргі кезде әрине күннен күнге жаңарып жатқан заманда мынау сырттың, батыстың, шығыстың мәдениеті жаңалап ендеп келіп жатқан заманда біз өзіміздің ұлттық ойымызға аса үлкен білімділік пен тереңдікпен мән беруіміз керек. Өйткені әрбір ою біздің кезінде біздің қазақ бабаларымыз мысалы үйінен жаугершілік заманға аттанып кеткен батырлар үстеріндегі ою арқылы өзін танытатын болса, еліне сәлем жолдағанда ою арқылы сәлем жолдаған екен. Орамалға ойып беріп, жаңағы жалғыз жүретін болса, сыңар ою салып, мұнда жалғыз жүрмін деген мақсатты береді екен. Сондай мақсатпен бір-біріне сәлем жолдап отырған. Ұзатылған қыз 4 күніне 1 жыл бойы келмеген. Сонда 1 жыл бойы елінен келген адамдарға өзінің сәлемін жеткізу үшін құрақ көрпе құрап, ойы ойып 4 күніне бер жіберген екен. Сол кезде 4 күндері әлгі ойуды танып, қызымның тұрмысы жақсы екен ғой, өсіп өніп өркендеп жатыр екен, көңіл күйі жақсы екен деп танитын болған. Ал шым шытыры ойы ойып жіберетін болса, не болмаса шым шытыры түсініксіз құрақ құрайтын болса, онда қызымның көңіл күйі дұрыс болмай жүр екен, өзінің орнына әлі дұрыс сіңе алмай жүр екен өз жұртына деп танитын болған екен. Сондықтан да оюға аса көңіл бөлу керек. Ал енді қазіргі оюға келгенде шынында да менің көңілім бір толмайтыны, оюды танымай жатып, әйтеуір бір ирек ою салсақ бұл ою деп есептеп жүргендер көп. Оюдың мәні бар, оюдың сиқыры бар, оюдың киесі бар, оюдың көктен, космостан жалғанатын өзінің құдіреті бар. Оюлардың небір түрлері бар. Шапанға салатын ою бөлек, бас киімге салатын ою бөлек, көйлектің етегіне салатын ою бөлек болады. Текемет, сырмақ, алаша, қоржынға салатын оюдың өзі бөлек. Қазір біздің көпшілік жерлерімізде осы қоржынды қазекей дейді, камзолға жапсырып, шапанға жапсырып қоржынды, алашаның оюы мүлде бөлек. Алаша шимен тоқылады. Сонда ши оюды шапанға тығып киіп жатқандар бар. Әрине бұл білмегендіктен киіліп жатқан дүние. Негізі біздің қазақ мәдениетінде оюды терең тану үшін ою танушылар қалыптасу керек. Кез келген адамның тұлғасын қалыптастыруға оюдың берер ерекшелігі өте зор. Үстіндегі киім арқылы кім екенін, қандай жерде жұмыс істейтінін, тіпті оның дәрігер ма, мұғалім ба, ағартушы ма, ғалым ба, шопан ба, жер зерттеуші ма деген сияқты мәселені кезінде біздің бабаларымыз үстіндегі киімнен ақ таныған болған. Сол сияқты біз оюды қазіргі жағдайдағы елдердің барлығы ұлттық киім киіп жүрген әрине мені қуантады. Бірақ әрбір мектептерде мысалы гимназия, лицей деп бөлеміз ғой, бином деп жатыр, солардың